Қазір так. Получается, бізде бүгін топография. Топос деген орналасу деп айтамыз да. Топос деген орналасу. Топос деген орналасу дейміз. Сондықтан бастаймыз, қайталаймыз сына сүйекті. Сына сүйек ос свиноидали. Так, вот. Так, докладчик мен ғой. Мен неге шықпай жатырмын? Так. Былай дұрыс болады. Сендер енді өшіріп тастайсыңдар ма нелеріңді? Аға сөйтейік та біз өшіріп тастайық екеуінде. Міне де, мынау міне. Сына сүйек. Свиноидали. Міне. Жасыл. Мынау денесі. Кішкентай қанаты. Үлкен қанаты. Үлкен қанаты мына сырт жағы, сыртқы беті, фациус темпоралис. Аля минор, аля майор. Корпус, аля майор, аля минор. Сосын процессус птеригейдус. Қанат тәрізді өсінділер міне екеуі. Бір табақша, латеральный табақшасы, медиальный табақшасы. Мынау процессус птеригейдус. Олар былай кетіп атыр, денесінен перпендикулярны төмен кетіп атыр. Көрдіңдер ме? Денесінен перпендикулярны төмен кетіп атыр. Соны біліп қойыңыздар. Денесі куб тәрізді. Жоғарғы, алдыңғы, артқы бүйір беттері бар, және де төменгі беті бар. Мына жер төменгі беті. Сол бүйір беттерінде сөз көп емес, бүйір беттерінен шығып атыр, тарап атыр, не? Үлкен қанатта, қанаттар тарап атыр, міне, бүйір жағы шығып атыр. Бүйір бетіне шығып атыр, үлкен қанат шығып атыр. Арт жағына қосылады не? Шүйде сүйектің не? Базилярис. Артқы бетіне қосылады, сол жерде мәжбүр синхондроз болады. Синхондроз, шемішек арқылы бір-біріне беттесе де жабысады мына жер. Синхондроз. Алдыңғы бетінен мұндан көрсете алмаймын. Енді алдыңғы бетін қарасақ, ол жақта не болады? Алдыңғы бетіне не болады? Бізде апертура синус свиноидалис болады, рострум болады да, и криста свиноидалис болады. Қыр болады, тұмсық болады, 2-3-4 тесік болады. Сол қырдың маңайында. Апертура деген ол кәдімгі тесіктер, сол арқылы біз түсеміз неге? Жаңағы сына сүйектің денесінде қуыс бар. Дұрыс па? Денесінде қуыс бар. Денесінде қуыс бар екен. Сол апертура арқылы, апертура осы жерде орналасады. Тесіктер. Апертура деген кәдімгі тесік. Сол тесік арқылы біз түсеміз, байланыс болады жаңағы немен. Алдыңғы жағында болады, тесік болады. Мынау не синус свиноидалис. Сол синус свиноидалисінде ол екі ортасында перде болады, екі бөлікке бөледі. То есть қуыс екіге бөлініп тұр. Сосын сол қуыс қапталады кілегей қабатымен. Синус свиноидалис. Жоғарғы бетінде бізде жаңағы гипофизиалис дейді. Фоссогипофизиалис. Гипофиз орналасады мына жерде. Бездердің анасы да, бездердің атасы дейді мына. Железа желесі осы. Сол мына жақта болады сулкус прехиазматикус, әлде хиазма оптика. Мына каналистің кіреді, каналис нервус оптикус. Кіретті, осы жерде қиылысады, осы жерде жатады. Қиылысты. Сондықтан ол
нервтің қиылысы дейді. Sulcus prechiasmaticus или sulcus chiasmaticus. Fossa ипофизиалис dorsum cella дейді. Мына dorsum cella. Но арқасы ер тоқымның. Жалпы мына жоғарғы беті ол ер тоқым болып табылады, ер тоқымы. Турк ер тоқымы. Cella turcica. Cella turcica. Сонда бүйір жақтарында осы ер тоқымның орналасады. Sulcus, міне, sulcus arteria interna, arteria carotis interna. Ішкі ұйқы артерия жатады осы жерде. Ішкі ұйқы артерия жатады. Енді сіздер нені оқысаңыздар, самай сүйекті бар, ірі канал бар да, 3 ірі канал. Сол біріншісі, ең ірісі, диаметр бойынша ол каналис каротикус. Содан шығады. Мына самай сүйегінің тас бөлігінің үші бар ғой да, апекс. Пирамиданың апексі бар. Осы жерден шығады. Мына жыртық тесіктің үстіне өтеді, и мына жерге жатады. Ол жаңағы біздің сулькус, осы жүлге арналған жаңағы ішкі ұйқы артериясында. Сондықтан ол болады сулькус артерия каротикус. Екі жағында да болады. Екі бүйір жағында. Сонымен бітті жоғарғы беті. Алдыңғы бетін айттық да, жаңа алдыңғы бетінде айттым, жаңа не бар деп айттық. Мынадан онша көрінбейді, но примерно міне представляйте етіндер де міне. Мына жағында да. Мына жерінде болады. Мынау алдыңғы беті. Жоғарғы беті, алдыңғы беті, артқы беті, төменгі беті. И бүйір жақтарынан шығады, жаңа қанаттар шығып жатыр, дұрыс па? Осы алдыңғы бетінде болады тесік. Алдыңғы бетінде ол тесік. Апертура синус сфеноидалис. Қақ ортасында болады, қыр болады, криста сфеноидалис. Сосын аяқталады тұмсықпен рострум сфеноидалі. И сол екі кристаның бүйір жақтарында болады жаңағы апертура синус. Ол арқылы біз байланысамыз мынамен. Тесік. Мұрын қуысы байланысады. Конкретно именно жоғарғыда, мына жерде бізде бар мұрын қуысында, бізде латеральный қабырғасында бар бізде миатус нади superior, миатус нади меди, миатус нади inferior. Мынау мысалы inferior, меди, superior. Осы міне, осы superior. Мына жерде қалташық болады, инфундибулум қалташық болады, инфундибулум. Сол арқылы мынамен байланысады. Апертура синус сфеноидалис, міне, тесік арқылы мына жаққа байланысады. Түсіндір ме? Так. Алдыңғы қабырғасы, бітті артқы қабырғасын түсіндікті де, міне, ол артқы қабырғасы. Артқы қабырғасы нетіп жатыр. Синхондроз арқылы, да, артқы қабырғасы. Синхондроз арқылы беттеседі. Каныкундайды, беттеседі, буындасады. Синхондроз деген. Синхондроз деген байланыс бар ғой бізде, синхондроз деген. Хондр хрящ. Так. Төменгі қабырғасында онша көрінбейді. Төменгі қабырғасында бізде бар болады sulcus vomera palatinus. Sulcus екі жүлге болады. Sulcus palata vaginalis и vomera vaginalis деген. Sulcus palata vaginalis, mынау vomер деген ол не? Мынау соқа, желбезек. Соқа, сашник. Сомен екеуінің арасында болады сулькустар, сосын канал болып кетеді олар. Каналис. Мынау жабады оның үстін, дұрыс па? Мынау жабады, мына жақтан мынау жабады, ана жақтан таңдай сүйек. Сонда получается вомера вагиналис и палета вагиналис сулькустар болады. Төменгі бетінде. Сол жерде майда қан-тамырлар болады екен. Сол беттері, алты бетін айтып кеттік. Алдыңғы артқы, екі бүйір беті, алдыңғы артқы беті, бүйір беттері, жоғарғы беті, ер тоқым, төменгі беті, жаңағы екі сулькустар.
Суркус полета. Қазір мен оларды көрсетіп көрейін кітап бойынша. Мына сүйек сфеноидалис, дұрыс па? Ос сфеноидалис. Көбелек тәрізді алып жатыр, міне қарасаңыздар, алып жатыр несін. Біз енді топография болғандықтан біз мына ми сауытының негізі ғой да, ішкі бетінің несін түзеді, ортаңғы қарыншасын. Фосса кранимедия. Көбелек тәрізді. Көбелек. Ортасында жатыр. Қақ ортасында жатыр, дұрыс па? Фосса кранимедияның ол соны түзеді, ортасында жатыр. Сосын не деп айтамыз ана сынасүйек туралы? Жаңағы үлкен қанат туралы айтамыз. Үлкен қанатында бір 4 беті бар да, негізі фасцис темпоралис. Жоқ, біріншісі темпоралис міне, самай. Сосын фасцис церебралис, ең үлкен беті. Жаңағы ортаңғы шұңқырды түзеді. Фасса церебралис. Милы беті, самай беті. Сосын самай асты беті дедік, өйткені мына жерде самай асты қыры бар да, марго инфраорбиталис, марго инфратемпоралис мынау. Мына үлкен бетті, жалпы самай бетті екіге бөледі. Самай және самай асты бетіне. Сосын көз шарасына қарасақ, міне көз шарасы беті болады, фацис орбиталис да. Фацис орбиталис ол жаңа көз шарасының латеральный қабырғасын түзеді. Сондықтан ол фацис орбиталис болып шықты. И содан кейін мына айтқан біздің қанат таңдай шұңқырымыз терең жатқанда, мынау саңылау бізде, негізі қарасаңыздар міне. Жоғары жақпен қанат тәріздесінде фиссура птериго максилярис. Осы саңылау арқылы біз түсеміз неге, енеміз неге? Қанат таңдай шұңқырға. Осы қанат таңдай шұңқырында үлкен қанаты бізге түзеді фацис максилярис. Фацис максилярис. Максилярис деген ол қарама-қарсы тұр неге мына. Неге? Жоғары жақтың фацис инфратемпоралисіне. Сондықтан ол болады фацис максилярис, жоғарғы жақ беті. Қысқасы. Фацис церебралис, фацис темпоралис, фацис инфратемпоралис, фацис орбиталис, ішінде тереңді көрінбейді көзге де. Фацис максилярис. Мен бұрадан көруге болады шығар. Жоқ, мынадан да көруге болмайды екен. Мына тереңде де, осы тереңде. Осы тереңде, осы жерде де, міне, мынаның үшінде. Осы жерде. Оларды фацис максилярис. Енді үлкен қанатының нелерін анықтайық. Тесіктерін. Кіші қанаты, міне, кіші қанаты қарасаңыздар, міне, кіші қанатының несі бар. Каналис оптикус бар. Негізінде каналис оптикус, одан өтеді, екінші нерв өтеді, нервус оптикус. Нервус оптикуспен бірге мынадан өтеді артерия офтальмика. Көз алмасын қамтитын артерия офтальмика. Офтальмолог, да, дәрігер. Көзбен айналысады. Артерия офтальмика. Көз артериясы. Оптика, нервус оптикус, көру нерв. Сосын міне үлкен қанат, кіші қанат пен үлкен қанаттың арасында міне саңылау. Саңылау, фиссура орбиталис superior. Осы фиссура орбиталис superior арқылы өтеді бізде 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші нервтер. Енді мидың нервтері. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 5-шінің бірінші бұтағы. 5-шінің екінші бұтағы өтеді мына тесіктен, дөңгелек тесіктен. Дөңгелек тесік форамен ротундум. 5-ші нервтің, үшкіл нервтің екінші бұтағы. Сосын міне сопақша, кәдімгідей сопақ, міне сопақ тесіктен
сойпақ тесіктен өтеді. Бізде 500 нервтің 3-ші бұтағы. Көрдің ме? 3-ші бұтағы. Мен специально сырттан ішіне кіріп жатырмын да, ол негізі ол аралас нерв, да? Аралас нерв. Сезімтал бұтақтар кіріп жатады, миға бар жатады, бағыттайды миға, да? Ал қозғалтқыштары былай шығып жатады. Так, міне осы бізде жаңағы біздің овалия. Сосын оның қасында ең кішкентай майда тесік болады, не? Майда тесігіміз, ол жаңағы біздің мына өзі форамин спинозум, ол қайдан спинозум пайда болады? Өйткені мына үлкен қанат мына өзі сүйірленіп, да, мына жерде қылқан пайда болады, мына жерде қылқан. Сондықтан сол дәл қылқанның үстінде отырған тесік болады форамин спинозум. Одан өтеді артерия менингея медиа, мидың қабығының ортаңғы артериясы, міне оның іздері жатыр. Қызарып тұрған сол іздері. Дәл түсігді, міне былай. Артерия кіретті, и ішінде батыңқылар пайда болады. Ол менингея, менингсдеген ол қабықтары. Дура матер, арахноиде, пия матер деген қабықтары бар. Жалпы менингс дейді, оболочки мозга. Қабыну процесс менингит деген білесіздер. Осы батыңқылар. И осы артерия проблемный артерия, да? Мұн жақтан ұрса, мына қабыршығы сынып кетіп артерия жыртылып қалуы мүмкін, да? Мұн жақтан ұрса, оң жаққа ұрса, сол жақтағы артерия мүмкін жарылып кетуге, да? Противудар дейді, сілкіндіргеннен. Сонда артерия менингея медиа. Осымен бізде сынасүйек бітті ме? Тағы да екі қанаты бар ғой, да? Екі қанат тәрбиесінісі бар айтпақшы. Процессус птеригоидус, міне. Олар денесінен олай тікелей төмен кетіп жатыр. Перпендикулярный денесіне тікелей кетіп жатыр. Міне. Мыналар. Енді қарасаңыздар, ол екі табақшадан тұрады. Біреу медиальный табақша, міне кәдімгі медиальный табақша. Біреу медиальный тұр. Біреу латеральный тұр. Медиальныйдың қасында ілмегі болады. Ол ғой бізде ункус деген, да? Крючок, міне. Ілмек, крючок, міне. Так. Хамулюс. Да, хамулюс. Процессус птеригоидус деген осы болады. Сосын арасында қарасаңыз, арасында болады. Не болады? Арасында болады фосса болады. Птеригоиде. Ойық болады, инцизора птеригоиде. Инцизора болады, арасында ойық болады, екеуінің арасында. И шұңқырша болады, фосса. Сол шұңқыршадан басталады, шайна бұлшықет басталады. Бізде енді біразға шайна бұлшықет оқимыз ғой, да? Содан басталады медиальный шайна бұлшықет, медиальды қанат тәрізді бұлшықет, мускус птеригоидус медиалис басталады. Процессус птеригоидус. Процессус птеригоидус. Сол медиалис, қарасаңыздар, оның қарым қатынасы бар неге? Мұрын қуысының соңғы жағының латеральный қабырғасы түседі екен ол. Үлес қосады, көрдіңдер ме? Мына өз таңдай сүйек, меншікті таңдай сүйек. Оның перпендикулярный табақшасы, мынау да табақша перпендикулярный, екеуі қосылады да, міне как раз соңғы жақ, соңғы десін арт жақ қабырғасы түседі, екеуі қосылып, ненің мұрын қуысының. Қысқасы, міне мұрын қуысының үлес қосады латеральный қабырғасына. Процессус птеригоидус. Сол процессус птеригоидустардың негізінде орналасады канал. Канал орналасады. Каналис птеригоидус. Каналис птеригоидус. Каналис птеригоидус. Ол канал байланысады өзара, жаңағы ми сауытының негізі, сыртқы негізі, сыртқы беті, жыртық тесіктің аймағы. И және де қанат таңдай шұңқырды. Топографияда біз оқимыз қанат таңдай шұңқыр. Қанат таңдай шұңқырдың 5 байланысы бар. Қанат таңдай шұңқырдың 5 байланысы бар. Дұрыс па? Соңғы бір байланысы осы каналис птеригоидус арқылы біз байланысамыз
ми сауытының негізімен. Осы міне сносъек осымен бітті. Сносъек. Сносъек осы свиноидалис орналасады қақ ортасында, да? Қақ ортасында орналасады. Міне. Қарап қойыңыздар да, қақ ортасында қарым қатынасы. Мысалы біз нені оқыған кезде, мына шұңқырларды, да, ми сауытының мына ішкідегі шұңқырлар өткенде айтып кеттім да, алдыңғы шұңқыры, ортаңғы шұңқыры, артқы шұңқыры. Фосса крани антериор, жасылмен медиа, да, мынау постериор. Медиа мен постериорды бөліп тұр мынау. Sulcus sinus petrosus superior әлде просто margo superior pars petrosa os temporalis мынау. Осы маргада бар орналасқан sulcus sinus petrosus superior. Міне осы шекарасы болады. Ортаңғы мен артқының шұңқырлардың. Жоғарғы шекарасы біз айттық, мынадан аспаймыз дедік, да? Мына жерден аспаймыз. Протуберанс акципиталис экстерн, линия нуха superior, процесс мастоясының негізін өтеміз, порус акустикус экстернның жоғарғы жегін өтеміз. Сосын мынау бізде аркус зигоматикус, и сүйек арқылы көтерілеміз, да? Процессус, да? Процессус фронталис па? Марга супраорбиталис. Мына глабелла аяқталамыз. Міне осылай біз кесу керек, да? Негізі осылай кесу керек. Сонда біз негізінде, мисалдың негізінде ішкі сыртқы беті. Сонда біз мысалы айтқан кезде, мысалы топографиясында алдыңғы шұңқырды айтамыз, там орысша бір тақпақ бар, как на лямина криброза поселился кристогалий, впереди форамен цекум, позади ос свиноидалий. Ос свиноидалий деген көрдіңдер, міне свиноидалий кейбір кезде біз былай бізге көрсетеді шұңқырды. Былай көрсетеді шұңқырды. То есть как бы кішкентай қанат алдында қалып қояды. Ол дұрыс емес. Кішкентай қанат ол ортаңғы шұңқырға жатады. Өйткені біз айттық қой, келістік қой, что ортаңғы шұңқырды негізін құрады өзі жаңағы көбелек тәрізді біздің сносъек, ос свиноидалий. Қақ ортасында жатыр. Сонда міне форамен цекум, кристогалий, лямина криброза деген, да? Айтамыз жаңағы тақпақта, как на лямина криброза поселился кристогалий. Впереди форамен цекум, позади ос свиноидалий деген міне. Ол свиноидалий жікке дейін міне. Мынау алдыңғы шұңқыр. Және де мынау немене? Мынау батыңқылар, импрессия, дигитация, юга альвеолярис, сульс артериоз, ол бәрі немене? Мидың батыңғысы, қан тамырларының батыңғысы, да? Мидың шыңқылары, да? Мынау юга церебраль дейді. Ол нені? Ол жаңағы маңдай сүйектің, дұрыс па? Маңдай сүйектің парс орбиталистің ішкі беті болып тұр мынау. И сондықтан біз міне мынадан аспаймыз. Міне сызық мынадан аспайды. Міне былай жүреді. Міне осы негізі былай. Осылай өтеміз. Міне. Өтеді. Былай өтеміз біз. Өте төмен жүріп жатыр, көрдіңіз ме? Мынау біз кескен сәл дұрыс емес. Мына қолайлы болсын, солай біз жоғары өте күмбезін былай алып тастайды. Негізі біз былай кесу керек, түсіндір ме? Мынау ол бәрі күмбезі, қалған алып тастағанда, мынау бәрі негізі. Сосын міне қарасаңыздар, міне осы жаңағы қанаттың ар жағында да, арт жағында, артқы жегінде пайда болады жыртық тесік, форамен лацерум. Үлкен тесік, форамен лацерум. Форамен магнум да үлкен тесік бізде бар, екінші үлкендігімен мынау міне форамен лацерум. Біз міне айтып кетсек, міне жаңағы сносъек түзеді бізде не қатысы бар, неге форамен лацерум. Енді тағы да бір үлкен қанаты қатысады, қараңыздар. Мына жерде бізде фосса темпоралис бар, дұрыс па? Фосса темпоралистің түбін түзеді. Сосын мына жерде фосса инфратемпоралис бар. Оның жоғары қабырғасын түзеді, үлкен қанаты. Сосын біз айттық, үлкен қанатының көз беті түзеді, латеральный қабырғасын түзеді, ненің? Көз шарасының, дұрыс па? Сосын ана түбіндегі фациус максиллярис, оның қатысы бар неге? Ол жаңа қанат таңдай шұңқырының артқы қабырғасын түзеді, артқы қабырғасын. Көрдіңіздер ме? Несін осы сносъектің үлесі. Сосын тағы да бір қайталап кетейік. Каналис оптикус екінші нерв, және артерия офтальмика. Фосса гипофизиалис өзі гипофиз жатады. Фиссура орбиталис супериордан өтеді.
Висор орбиталь суперін өтеді. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы нервтер. Бешінші нерв үшкіл нервтің бірінші бұтағы. Ротонумның үшкіл нервтің екінші бұтағы. Авалиядан үшінші нервтің бесінші бұтағы. Форамин спинозумнан өтеді артерия менингея медиа. Қалды тағы алдыңғы бетін көрсетіп кетейін. Алдыңғы бетті болса алдыңғы бет көрсетіп кетейін. Кітап бойынша. Так. Мұнда төменгі бет көрсетпеген кітапта. Өкінішке орай көрсетпеген кітап. Так. Осымен аяқтайық да мынаны.